Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз 102 мен 3-тің көбейтіндісі, 306 мен 3-тің бөліндісі түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Бірінші есепте бізде гүлдерді топтастыру керек. Бірінші топқа 700-дігі бар сандарды топтастырамыз. Олар 708, 780 және 700. Осы сандарда 700-дігі бар. Ал екінші топқа 43-дігі бар сандарды топтастырамыз. Олар 430, 433, 438. Себебі бұл сандардың 43-дігі бар. Үшінші есепте баған түрінде есептеп, дұрыстығын тексеру керек. Мысалы, 104 пен 2-нің көбейтіндісін көрейік. Біз 2-ні 4-тің, яғни бірліктің астына жазамыз. Жауабы 8, 2-ні 0-ге көбейтеміз 0, 2-ні 1-ге көбейткенде 2 болады. Сонда 208. Ал енді 208-ді 2-ге бөлеміз, себебі бізге дұрыстығын тексеру керек. Сонда 2-нің ішінде 2 бірлет бар, бірді жазып қоямыз. Одан кейін 0-ді түсіре саламыз. Немесе 0 азайту 0 деп ашық жазуға болады. Ал 8-нің ішінде 2 4 рет бар. Сондықтан да қасына 4-ті жазамыз. Жауабы 104 шықты. Мұнда да 104. Сонда біз дұрыс шығардық. Бізге 5-ші есепте жер телімінің боялған бөлігіне неше литр су қажеттілігін табуымыз керек. Ең алдымен бізге жер телімінің барлық ауданын табуымыз керек. Сол үшін ұзындығы 7 метр мен ені 6 метрді бір-біріне көбейтеміз. Сонда 42 метр квадрат. Бізге боялған жер телімін табу керек. Оны табу үшін төмендегі 6 метр ол бізде жалпы ені. Соны біз 4 метрден азайтамыз. Сонда бізде 2 метр қалады. Енді біз 2 метрді 2 метрге көбейтеміз. Сонда 4 метр квадрат. Ол бізде боялған жер телімінің ауданы. Осы есептің шартында 1 метр квадрат жерге 2 орам жапырақтан отырғызуға болатынын айтады. Ал енді бізге оның боялған бөлігіне неше литр су қажеттілігін табу керек. Сол үшін біз 4 метр квадрат жерге қанша орам жапырақ отырғызуға болатынын есептейміз. Сонда 4-ге 2-ні көбейтеміз. 4 дегеніміз 4 метр квадрат, ал 2 ол 1 метр квадратта отырғызуға болатын орам жапырақ саны. Енді жауабы 8 орам жапырақ болады. Сонда 4 метр квадрат жерге 8 орам жапырақ отырғызамыз. Ал енді 1 орам жапырақ отырғызуға 101 литр су қажет. Ал 8 орам жапырақ табу үшін 101-ді 8-ге көбейтеміз. Сонда 808 литр. Жауабы жер телімінің боялған бөлігіне 808 литр су қажет. Мен берілген шеңбердің радиусты өлшегенде 1 сантиметр өлшедім. Енді бізге одан 2 есе 3 есе ұзын болатын шеңбер салу керек. Бізде бірінші радиус 1 сантиметр екені белгілі. Ол міне 1 сантиметр. Ал екінші радиус бірінші радиустан қарағанда 2 есе ұзын. Онда ол 2 сантиметр болады, себебі 1-ді 2-ге көбейтеміз. Ал үшінші радиусте де 1-ді 3-ге көбейткенде 3 сантиметр. Бізде бұл шеңберлердің центрі 1 болғандықтан оларды центрлес шеңбер деп атаймыз. 7-ші есепте бізде мәтінді есептерді шығару керек. Бізде жай бөрте 102 түп, ал парсы бөрте белгісіз, бірақ жай бөртеден 2 есе артық. Бізге барлығы қанша бөртегүл өсіп тұрғанын табу керек. Бізге табу үшін 102-ге қосамыз, 102 көбейтілген 2. Сонда егер де 102-ге 2-ні қоссақ, біз парсы бөртенің санын табамыз. 102 мен парсы бөртенің шыққан санын қоссақ, онда бізде барлығы шығады. Бірінші көбейту орнында біз сосын қосу орындаймыз. Сонда жауабы 306. Барлығы 306 бөртегүл өсіп тұр. Екінші есебінде де дәл солай, бірақ бұл жерде 2 есе кем.
Олай болатын болса, біз бөлеміз. Оныншы есепте 5, 8 және 2 цифрларынан ең үлкен және ең кіші 3 таңбалы сандар құраймыз. Біз осы 3 цифрдан 258 және керісінше 852 сандарын құрадық. Енді екеуінің айырмасында 594 саны шықты. Жауабында 594 шықты. Оны 5, 9 және 4 цифрларын құраймыз. Олардан ең үлкен және ең кіші 3 таңбалы сандар құрастырамыз. Олардың айырымы 495 шықты. Олардан енді цифр құрастырамыз. 4, 9 және 5. Одан да ең үлкен және ең кіші сандар құрастырамыз. Бұл жерде 594 санымен бірдей екен. Сол үшін де жауабы осылай қалады. Сау болыңыздар.